Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. One X сілтемесі төменде. Еуропа чемпионатының аяқталуына санаулы күндер қалды. Осы жексенбіде Уэмбли алаңында Еуропаның үздік құрамасы белгілі болады. Финалдық матчте Манчинидің тізгінінде 33 ойын қатарынан жеңіліс таппай жүрген Италия және турнирге әуел бастан фаворит болған Англия құрамасы кездесетін болды. Қай команда финалдық матчке фаворит, қай құраманың жеңіске мүмкіндіктері көп, бүгінгі бейнероликте анықтап білеміз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Әлемдік рекордты қайталауға небәрі 2 ойын қалған Италия құрамасы топтық кезеңнен бастап барлық матчты ұтып, топтан бірінші орынмен шықты. Бірінші турда Италия Түркияны да, екінші турда Швейцарияны да 3-0 есебімен ойсырата ұтып, Уэльсті де байқамай өтті. 1-8-де Австрия сәл бәсекелестік танытса да, Италия соңына дейін күресіп, жеңісті бәрібір жұлып әкетті. Төрттік финалда Бельгия қарсыластық танытса да, итальяндықтар басымдықтарын көрсете білді. Ал жартылай финалда керісінше Луис Энрикенің футболшылары таңғалдырып, Италияны қыспақ қалды. Десе де Сквадрадзураға пенальти сериясында сәттілік серік болды. Англия құрамасына келсек, ағылшындарда проблемалар топтық кезеңнен ақ басталып, шабуыл зонасындағы Харри Кейн, Фоден сынды бірқатар ойыншылары өздерін алғашында мүлде аша алмады. Англия бірінші турда Хорватияны зорға дегенде Стерлингтің жалғыз голымен ұтып, келесі турда бір ұпаймен топтан шықпаған Шотландиямен тең ойнап ұпай жоғалтты. Ал үшінші турда да дәл солай Рахимнің голы барлығын құтқарды. 1-8-де Англия сәл жинақталып, шабуылшылары өздерін қолға алып, нәтиже көрсетті. Ал төрттік финалда шабуыл зонасы абсолютқа жетіп, бірқатар мәселелер шешімін тапқаны көрінді. Данияға қарсы матчте ағылшындар қандайда параметрлер бойынша әлсіздеу көрінсе де, жалпы шағын камбэгімен топ футболшыларының деңгейі өзінікін дәлелдеді. Италия әуел баста менің фавориттер топтамама кірмесе де, топтық кезеңнен қандай деңгейде екендерін дәлелдеп қойды. Сквадрадзураның Инсиньо, Иммобиле, Кеза бастаған шабуыл зонасы да Джорджиньо мен Верати үстемдік етіп ойына суретін салған орталық шебіде. Банучи мен Келини бекіткен қорғаныс қамалдарда феноменалды деңгейді көрсетуде. Ал Миланмен келісім-шарт аяқталған Джанлуиджи Донаруmaға қазіргі Евродағы формасына қарап барлық гранттар қызығып отқан сияқты. Жалпы команда ретінде де алып қарасақ та, итальяндықтар өте бірегей позициялық атакаға сүйеніп ойын көрсетуде. Жағдай талап етсе қарсыласты қателігінен ұстап ойнап, жағдай талап етсе Манчинидің ойыншылары контратакаға дауыс салады. Ал ағылшындар жоғарыда айтқанымдай топтық кезеңде сәл қателесіп, әуел басында үйреніспесе де, плей-оффтен бастап кез келген ойын үлгісін ұстанатын қарсыласқа бейімделе білетін команда екенін көрсетті. 1-8-де барлық ойында центр арқылы жүргізіп, өте жылдам ритмде ойнайтын немістерді ұтты. 1-4-те қаптал арқылы қысым көрсетіп, контратакаға сүйенетін украиндықтарды. Ал жартылай финалда барлық 11 футболшысымен қысым түсіріп, бір тынбайтын даниялықтарға төтеп бере білді. Жалпы Гарет Саутгейттің Манчиниден басымдылығы да осында. Манчини одан да өткен мықты тактик десе де, Гареттің басымдылығы тез арада командасын кез келген қарсыласқа қарсы ыңғайлай білуінде. Және бұл қасиет оған финалда көмектесуі мүмкін. Уэмбли Англияда орналасқандықтан ағылшындар алаң иелері ретінде адаптациямен қатты қиындықтарға тап болмай аздаған басымдылық алуы мүмкін. Алайда Италия Уэмблиде 1-8 финал аясында және жартылай финал аясында ойнап, 2 матчте де жеңіске жетті. Сондықтан алаңға итальяндықтар әбден үйреніскен болар. Қос құрамада атакалық футболға өте белсенді, екеуінің де қапталдары мен қорғанысы шабуылға да шығып, сауатты қорғана біледі. Ал ең бастысы, екеуінің де барлық ойына центр арқылы іске асады. Егер нәтижені жеке орындаушылар бермесе, бұл Манчини мен Саутгейттің бәсекелестік дуэлі болуы мүмкін. Бұл компонентте Манчини әлдеқайда ақылды тактик, алайда Гаретте өте тәжірибелі бапкер, сондықтан барлығын уақыт көрсетеді. Комментарийге пікірлеріңізді жазып, жеңімпазды болжап көріңіздер. Төменге нақты есеппен өз инста парақшаларыңыздың логинін қалдырыңыздар. Дұрыс тапқандарды инста сторисімізге жариялайтын боламыз. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.